Жалғас, тұрыңдар. Алтынай, әжелерің келе жатыр. Ержан, тұрыңдар ма? Жалғас, тұрыңдар енді. Сөйтсем мен оның интернетін қоспаппын ғой. Сендер тұрып алғансыңдар ма? Қайырлы таң. Мен жаңа тұрдым. Жеңгем әлі ұйықтамапты. Қарлығаш, сен неге ұйықтамадың? Ой, мыналар пісірем деп жыбырлап жүргенде таң атып кетіпті ғой. Міне. Енесін күткен келін осындай болу керек. Саған айтып отырмын, Ержан. Естіп отырмын ғой. Бірақ оның маған не қатысы бар деймін де? Мен келін емеспін ғой. Келін тұрды ма деймін? Ол бағана базарға кетіп қойған. Онда дұрыс екен. Сонда да өмірде бар ғой, мен қанша қателессем де жарты ағдардан қателеспеген ғой. Дұрыс па, Ержан? Дұрыс айтасыз, иә. Бірақ сол таңдау жағына келген кезде жеңгем кішкене қателескен сияқты. Ойбай, қоя Ержан. Менің шалым деген красавчик қой. Отырсын қараш өзінің Миткун Чакраборти әдірім қалсын. Ой, не дейді? Не деген махаббат, не деген мақтаулар мынау. Аға, енді бұндай әңгімеден кейін жеңгеме бір алтын тағатын шығарсыз, ә? Бір алтының не? Алтынды мен жеңгенің төбесінен жаңбырса жаудырып, енемнің басына орамал, атама бес атар. Бұбу! Қоя қойш, айналайын, қоя қойш. Мына 22 жыл болды ғой, мына неке сақинасынан басқа алтын көрген жоқпыз ғой. Жалғас, шаңлатпай кішкене су сеуіп сыпырсашы. Маконай, жүгір анау челек такпыш. Жарайды. Ол ан жақта ғой деймін. Көрші, кір. Бола ма бір минутқа? Қазір. Апамдар Талдықорғанға жетті ме екен? Қайдам, жетпеген шығар. Апамды білесің ғой, көлікті қатты айдатқызбайды. Қайыржанға ақырын деп есін шығарып келе жатқан шығар. Иә, апам сондай бар екен ғой. Қымбат, сен не істейсің бе? Не істейін? Кіреберісті кішкене реттестіріп, артық-бартық аяқ киімдерді шығарып, жинастырып қойшы. Жақсы, қазір жинайын. Өтіңіз. Бәке, не болды, ашулысың ғой? Мынау көрші, зірк етеді маған. Адамның ашуын келтіріп. Не дейді? Айналайын көрші. Ана итің түнімен шәуілдеп үріп, бізге ұйқы бермейтін болды. Итіңді үйдің ар жағына бір бұрышқа байлаш. Кеше сенің итіңнің кесірінен түнімен ұйықтай алмай, жұмыстан кешігіп қалдық біз. Байладың бенді? Жоқ, байламаймын дедім. Неге? Көрші ол енді ит болса үйді күзетіп үшін байланып тұрады ғой. Үйдің артына байласам оның керек не маған? Мүмкін өзіңді итің дәрмен жерде байланып тұр ғой, ол да үреді ғой. Сіз кешіріңіз көрші. Менің итім жай өрмейді ол. Ол факт үреді, паделі үреді. Сенің жаман итің сияқты кім көргеннің артынан шапылап жүрмейді ол. Адам ит асырағанда да ойланып асырау керек. Ұқтыңыз ба? Менің итім өзіме тартқан, а сенің итің өзің сияқты қаңғыбас ол. Ой, біздің Ақтөсті қаңғыбас деді ме? Сөйтіп сен не дедің? Көрші, сен тіліңе абайлап сөйле. Итің жаман десе намыстанатын қазақпыз, білесің бе? Қаңғыбас дейтіне көшеден ұстап әкеп беріп едің маған? Осында байланып тұра ма? Тұрады. Қайда барсам, онда бар. Барам. Барғанда қалай барам? Қазір барам мен. Көрсетем мен саған. Сөйтіп, ғыр етіп екеміз қырылысықта қалдық. Ой, бәке. Көрші мен бекер ерегіскенсің ғой. Байла десе байлай салу керек еді. Жоқ ғой. Бүгін итің көзін құрт дейді. Ертең көздерін құртыңдар деп өзімізге айтатын шығар.
Болдыңдар ма? Иә, болдық. Өртедіңдер ме бәрін? Өртеп тастадық. Анау бұрыштағы бакалашка, селофан бірдеме бәрін өртеп жоқ қылдаршы. Иә, оларды өртеп тастадық бәрін. Дұрыс болды. Мә, орнына апарып қоя салың оларды. Бола ма сіз? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Учаскелік полиция. Есім Ернат болады. Үйдің иесі сіз ба? Иесі ондай квартирантпыз. Міне, осы. Өзі, осы. Мына көршіңізден үстіңізге арыз түсті. Ауаны ластап, аулада от жаққаныңыз үшін аға сізге 20 МРП көлемінде айыппұл жазып беремін. Көрші саған не болды? Өзіме келіп айтсаң да болатын еді ғой? Жеке куәлігіңіз беріңізші. Айтқанды бәрі оқпайсың ғой. Ойланбайсың ба? Міне от жақтың. Өрт шығып, мына үй өртеніп кетсе не істейсің? Өзіңнің үйі емес қой, қалай төлейсің, а? Мен қалай төлейтінімде сенің не шаруаң бар? Полиция мырза, естіп тұрсыз ғой? Оқпайды бұлар айтқанды. Понаехали всякие. Откуда такие берутся, а? Бұл квартиранттар деген бәле болды же басымызға, бәле болды. Керек жоқ, аға. Өз-өзін ұстаңызшы, аға. Қалай сөйсің сен? Аға, түсінем. Квартиранттарды жаман айтты, бірақ бір ғой өз-өзін ұстаңызшы, өтініш аға. Жас. Сен квартиранттарды сонда кемсітіп тұрсың ба мені? Мен сені кемсітіп тұрған жоқпын. Шындықты айтып тұрмын. Квартирант деген өтірік емес пе? Адамның ар-намысын таптауға болмайды деген заң бар. Бар ғой, бауырым? Иә, дұрыс аға. Бірақ мен сен сияқты бар ғой, арыз жазбаймын. Өйткені сен сияқты бар ғой, мен чорти киіп жүрген жоқпын. Бері қара, шалбар киіп жүрмін мен. Құдайға шүкір. Болған сияқтымыз, е? Аха. Апа, келіп қараңызшы, болып қалған сияқтымыз. Бірдеңе жетіспейтін сияқты. Болды, енді дұрыс болды. Иә, жақсы болып қалды енді. Ал, ондай болса дайынбыз, е? Аға, мынаны бір аптаға жеткізбей төлеп тастасаңыз, жартысын ғана төлейді екенсіз, жаңа айтты ғой. Ой, төлейміз, мәселе ол емес. Мынауың бар ғой, таза Аға, қойыңызшы болды, керек жоқ, аға, қойыңызшы болды. Жабыса бермеші. Жоқ, қойыңызшы енді болды ғой. Мен бұл көрші сияқты үйі бар надан болғанша, үйі жоқ адам болғаным артық. Мәссаған. Не дедің? Не дедіңіз? Керемет сөз шықты. Мынау сияқты үйі бар надан болғанша, үйі жоқ адам болғаным артық деді. Күшті айттыңыз, аға. Өзіңіз шығардыңыз ба не? Міне қазіргі табан астында. Мына мақалдың авторы менмін. Мықты айттыңыз, аға. Жарықтық. Кезінде абай аталарымыз талай керемет сөздерді осы қатты күйінгенді айтқан екен ғой мен сияқты. Бәке, тыныштық па? Милиция келіп дей ма? Милиция емес, полиция. Не дейді? Ой, мына көршің тоқылдақ екен. Тоқылдақ дейді? Есікті қағып жүр ме? Терпила екен деймін. Терпиласы несі? Ыстықтап жүр ме екен сонда? Ой, мына көрші таза қатын екен деп отырмын мен саған. Қатын екен дейді? Қойшы, саған қырындап жүр ме? Адам быт-шытпап тұрғанда бар ғой, туп ететмеңдерші. Не қыл дейді? Жаным апа, жанасылым, алыстағы жанашырым, өзіңді ойлап жазған мұны, сағынышты жаңа жырым. Қандай жақсы үміттеген жаным апа, жолға қара үмітпенен жүрмекенсің жаным апа, жолға қара үмітпенен
екенсің жаным апа. Ал қарақтарым, мынау ауылдың дәмі, ауыз тиіңдер. Міне мынау қолдың майы. Үйдікі, өзіміздің. Мынау құрт өзім жасаған қолдан. Қандай күшті. Мынау енді сүзбе. Мынау ірімшік. Менің мамамның ірімшігім мынандай. Мынау енді қаймақ. Ал енді мына жерде айран, сүт бар. Ала қой жарым. Рахмет. Ас болсын. Мен мамамды айтам да, тура ана, неге, поле чудеске келген сияқты бүкіл заттарын бүйтіп сыйлықтарын шығарып жатыр. Келіңіз. Тура осы сәтті пайдаланып деймін да, ана Якубович сияқты сізге бір-екі сұрақ қойып жіберейін ба? Қандай сұрақ қоя ғой? Қалай ауыл аймақ аман ба? Шүкір Аллаға. О, міне, дұрыс жауап. Мына қасыңызға еріп берген балаңызды айтам. Дайындап келген бір-екі тақпағы жоқ па екен? Ой, сен де айтпайтын жоқ айту бұл. Иә. Әже, құрт беріңізші. Мен балама құрт беріңдерші. Ой, Мақсат, сен құрт не істейсің, өзің бір жерінде құртың бар емес па? Жаным сол жарым. Апа, биыл неше сиыр сауып отырсыздар? Сол 4 сиыр ғой. Жақсы екен. Қайыржан, жүгерің қалай болып жатыр? Шүкір жақсы шығып жатыр. Су жағы қалай дегенім ғой. Ой, сол су жағы кішкене қиындау болып тұр. Алдыңғы не өзім айтып айғайласып жүріп суарып алдым. Қайыржан аға, ауылда мінетін аттар бар ма? Бар ғой, бар. Жеңеше, каникулда осылар неге ауылға жібермейсіңдер? Ауыл деген рахат қой. Құдай қаласа барады ғой. Ауылға келсеңдер рахат, атқа мінесіңдер, таңертең ерте тұрып қой бағасыңдар, шөп жинайсыңдар, бақша суарасыңдар, ауылда демалыс жетеді. Ой аға, бізді ауылға демалу үшін шақырып жатсыз ба, әлде жұмыс істеу үшін шақырып жатсыз ба? Ой, ауыл деген керемет қой. Иә. Бақытжан, жұмысың қалай сенің? Жақсы, жүріп жатыр. Өткенде Ержан екеуің түсіме кіріпсіңдер. Не істеп жүр екенбіз? Ауылдағы үйде ағайындар жиналып шай ішіп отыр екенбіз. Сен екеуің үйге кірмей босағада тұрсыңдар. Сен жылап тұрсың. Кіріңдер деп едім, бұрылып алдыңдар да кетіп қалдыңдар. Ой, уайымдамаңыз, мам. Төс түлкінің бауы ғой. Көріп отырсыз, бізде бәрі жақсы. Әй, балам-ай. Жақсы еш нәрселеріңді көріп тұрғаным жоқ. Ауылдан кеткеніңе қанша жыл болды? Әлі үйсіз жүрсің. Қызың бой жетіп, ұлың ер жетіп отыр. Ертең ана Алтынайды ұзатсаң, құдаларыңды әр түрлі үйге апарып жүресің бе? Өзіңде бір талай жасқа келдің. Жаспыз ғой әлі. Ержан енді жас қой, құлыным. Әлі үйлі бола жатар. Құдай қаласа. Иә. Ал енді сен ауылдан кеткеніңе қанша болып білесің бе? Қайтсаңшы ауылға. Қызықсыз. Ауылға барып не істеймін мен? Әй, ауылда жұмыс көп қазір. Құдайға шүкір. Әне, жер жатыр. Диқаншылықпен айналысам десең. Мал да бар, басын көбейтем десең. Қойыңызшы ма? Қалай барам, ұят емес па? Ауылдағылар айтады ғой, мына Бақытжан қалаға кетіп еді, қаңғып күн көремей қайтып келді дейді. Ешкімді айтпайды. Айтса біраз айтады, сосын қояды. Өсек шығады жаңадан. Сендер сосын ұмытылып та кетесіңдер. Мен енді бекер жүрмеген шығарым. Менің де алдыма қойған мақсаттарым бар шығар бұл жақта. Не мақсат ол? Пенсияға шығайын деп едің? Мама, уайымдамаңыз. Бекерге уайымдап, жүрегіңізді ауыртып. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Әлі осы қарада тұрыңыз. Осы бір күні дүркіретіп тұрып, ортамызға сізді аламыз да қоныс тойын жасаймыз. Құдай қаласа. Мен қарақтарым, ой, құлындарым-ау, сол құлындарым-ау. Қайтейін. Сіз одан да өз-өзіңізді күтініңізші, мама. Әйтеуір сендер аман болыңдаршы. Қарлығаш апай, мына дұшпатын сіз алдыңыз ба? Иә, мен алғам, нашар ма екен не? Жоқ, қайта жақсы екен. Кішкене ғана қостым.
майына қарамастан жылтыратып жүреді екен. Онда жақсы екен, өзінің бағасы да жан. Аты қалай еді? Миссис Рой дейді. Иә, миссис Рой. О, апа, келіңіз, отырыңыз. Сөйлетіңіз, апа. Келе жатырмын, жарығым. Әже, сериалыңыз бітті ма? Жоқ. Ана рекламасы басталып кетті ғой, құрғырдың. Мына ас үйлерің өте жақсы екен. Иә. Бұл жер қазір апамның жұмыс орны ғой. Иә. Қарлығаш, сен мәнті жасап жүрмін деп едің ғой, Иә. Тапсырыс берсе, өткіземіз сапарып. Өте дұрыс. Қарлығаштың қолы алтын ғой. Иә. Не жасаса да дәмді болып шығады. Есіңде ме баяғыда ауылда келіндер сайысына қатысып, бірінші орынды жеңіп алып едің ғой? Әрине есімде, апа. Баспа, апа? Сіз бірінші орынды алдыңыз ба? Енді? Бірінші орынның не? Ауылда ең үздік келін атанған. Облысқа ауданның атынан барам дегенде жарысқа. Әкең жібермей қойды ғой? Ойбай, неге? Ой, ол жаққа барып, қысқа көйлек киіп, моды көрсетіп, жұрттың көзіне түсіп, жыртың етіп жүрмекшісің ғой. Ауылдағылар көрсе ұят болады. Құтырған қатын керек емес деп ұрсып жібермей қойды ғой. Енді күйеуің қызғаншақ болса не істейсің жаным ау? Сол есіме түссе бар ғой, осы күнге дейін күйіп кетем ғой. Менің орныма барған келіншек DVD ұтып алды ғой. 3 дискісімен. Иә. Керемет емес бұл кезде. Иә. Рас па? Иә. Апа, істеп тұрсыз? Бақытжан кіммен айғайласып жатыр? Ой, құдайым-ай, ол да қоймайды екен. Таңертеңнен бері мына көршімен қырылысып жүр. Неге? Онысы несі? Бақытжан, біздің осы уақытқа дейін бір көршімізбенен араздасқанымызды көріп пе едің? Жоқ. Көрші жақсы деген қиын нәрсе. Сүннет бойынша көршің жақсы десе жақсысың, жаман десе жамансың деген. Мен емес қой, өзі келіп чатақ шығарып отыр ғой. Жоқ, көршіңді сонда да кінәлама. Өзің неге тек дәулеттің баласы екеніңді көрсетпейсің осындайда? Жоқ әлде біз саған жаман тәрбие бердік пе? Жоқ. Сөздің қысқасы, көршіңнен кешірім сұрап, үйге тамаққа шақыр. Ержан. Мамаша ұрысып жатыр. Көршіден кешірім сұрап, барып тамаққа шақыр дейді. Дұрыс қой енді. Негіз мен де сізге соны айтайын дегем. Бірақ сіз мені тыңдамайсыз ғой. Сен барып шақырсаңшы. Өзіңіз барып айта салмайсыз ба? Мен барғанда киімнен ыңғайсыз болыпты. Апа, сіздің келгеніңіз қандай жақсы болды. Әйтпесе, бәкең екеуміз осы уақытқа дейін қанша ерегесіп жүретініміз кім білсін енді. Айналайындар, көршілермен өлгенше тату болу керек. Адал көршісі бар, алаңсыз ұйықтайды деген. Дұрыс айтасыз. Енді көрші, менің ондай бір чатақ қуған мінезім жоқ еді. Арамыздан қандай сайтан өтті, пендешілікке салдық та кеттік. Ал енді осы айтқандарың рас болса, қол алысып, татуласыңдар. Иә, үлкен кісі дұрыс айтады. Мына, бәке екеуміз енді бала құсап өзі бір өте орынсыз болды. Ғалеке, мен бүкіл намысымды ысырып тастап, сіздің алдыңызда кешірім сұраймын. Кешіріңіз мені. Менікі дұрыс болмады. Ой, бәке, негізі мен бастадым ғой сол ерегесті. Мен кінәлімін. Қайта сен кешір мені. Бастаған емес, мен қоштамауым керек еді ғой, қоштамауым керек. Жоқ, негізі мен ғой кінәлі. Мен ғой бастаған. Сен емессің, мен ғой бастаған. Әй, қойыңдар, болды. Екеуің де кінәлісіңдер. Отырыңдар. Енді бұдан бұлай, бұндай қателікке бармаңдар. Иә. Қарлығаш-ау,
Ал сендер қалайсыңдар? Татусыңдар ма? Ой, біз Сандуғаш екеуміз подружкамыз. Апа, уайымдамаңыз. Қарлығаш менен манта бар қалып тұрады. Ал мен манта алып тұрамын. Тамақ алсаңыздар. Тамақ алсаңыздар. Сондай бар, иә. Жақсы әдіс екен. Сорпадан қарғаш бар ма, иә? Айтпақшы көрші байқадыңыз ба? Итті үйдің ар жақ түбіне байлап тастады. Түнге қарай аузын скотчтап тастайын деп отыр. Ой, сол бекер болды бәке. Ит орнында тұра берсін. Біз ана төргі бөлмеге көше саламыз, иә? Иә, оның ешқандай қиындығы жоқ. Иә, ана иттің үргені жақсы. Түнде алаңсыз ұйықтаймыз ғой. Мынау әге айтады ғой. Қариясы бар үйдің қазынасы бар дей ме? Иә. Өзі бір тамаша отырыс болып жатыр. Соның кезін сұтпай, апа. Ертең кешке біздің үйге қонаққа келіңіздер. Өзіңіз қалып кетпеңіз. Иә? Е, бәйбіше? Ой, мынау күтпеген жерден ыңғайсыз болды ғой. Қалай болады екен? Жарайды айналайын. Барамыз. О, рахмет, апа. Болды айтсаңыз болды, ертең барамыз. Саған не бар? Сен ерегескен жоқсың ба? Мен мамды ерегескен жоқ қой, шақырып отыр. Сонда Онда шақырды деген осы. Ертең кешке біздің үйге қонаққа келіңіздер. Болды. Болды. Барамыз, иә. Иә. Ал, ыстықтай сорпа, қарлығаш.